Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеомызда 14 автокөлігі, біз оның коробкасын шашатын боламыз. Сіздерге коробкасын ремонтын көрсетем. Кеттік, бастайық. Коробкасы қалай шашылу керек, қалай тексереміз, көрсетіп беретін боламын. Так, жалпы біз бастадық. Аккумулятор аламыз, воздухосын аламыз. Яқтан енді бұны сүрген жоқпын, бұны онша қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Так, енді ары қарай кеттік. Енді жұмысымыз центральға шешеміз. Центральныймен баллон шешіп алатын боламыз қазір. Так, баллонымызды шештік. Енді ары қарай қайыр шешетін көрсетіп беремін. Так, ендігі жұмысы шаровыйды екі стойкаға қатырған баллонды шешіп аламыз. Екеуін шештік. Ендігі солдатикті шешеміз. Солдат шешкеннен кейін стойканың болатын шешеміз. Бұл сразу шығарып тастаңыздар. Оңайлау болу үшін. Енді мынаны шешеміз. Бұл 19-шы болт. Жалпы сәлімдеумен ұстап тұрады. Қатырған кезде жақсылап қатырыңыздар. Так, бұл жаға болды. Енді черепақан болдың көрсетейін. Так, черепақамыз міне. 3 болдың шешеміз. Yüzümüz düştü. Boltunu çıkarmamız. Bir şekilde alıp koyarız. Endigi mesele endi startını şешеміз. Защитный каналдарын шешеміз. Қазір ары қарай көрсетемін. Так. Защитный каналдан көрсеңіз, бұл 10-шы болтпен қатырып тұрады. Ендігі стартерін шешеміз қазір. Астыңғы болтын шештік. 3 болт болады негізі стартерда. Мінекей астыңғы болтын шештік. Мына жерде үстінде біреу болады. Үстінен көрсетемін. Плюсовый проводын осы жерін ажыратып кетеміз. Мына тұрмын БК-да.
13. Мінекей. Жалпы плюсовой надыраттық. И БК-ға келетін, тегішіге келетін штекерін шығарып қоямыз. И задний ходтың датчигін суырамыз. Стартерді алам, содан соң ары қарай көрсетемін. Мына болт шешіп кетеміз. Коробканың креплениенің болтын. Стартерімізді шештік. Ендігі шешілетіні. Креплениенің болтын алыпсаңыздар. И сосын подушканың үш болтын шешеміз. И ортасына болтын шешіп, босатып қоямыз жоғары көтеріп. Қазір мінекей подушкамыздың үш болтын шешіп қойдық. Енді бұны бері қарай шығарамыз. Шығарып жоғары көтеріп қоясыздар. Жоғары көтеріп болтын қайтадан кішкене қойғандарыңыз дұрыс болады. Себебі не қылмай астына қайтып түспес үшін коробканы алатын жерде кедергі болуы мүмкін. Енді коробканың майын төгіп аламыз. Коробканың майын қайерден төгетінін көрсеттім қазір. Мінекей май төгетін пробкасы. Осы жерден майын төгетін боламыз қазір. Майын төккеннен кейін ішкі гранатамыз тұр міне. Ішкі гранатамызды шығарамыз. И мына жағын тоже шығарамыз. Төбеде екі креплениясы бар. Ана біреуі, екіншісі модульді ұстайтын, катушкасын ұстайтын болды. Оны да шешетін боламыз. Сосын айтпақшы. Задний подушканы шешпеппіз ғой. Задний подушканы шешеміз. Кулисаны ажыратамыз сосын. Кулисаны 10 отпен қатырып қойған жерін шешесіңіздер болады. Көріп тұр міне. Осыдан шешіп шығарып қоя саласыздар. Гаишниден басқа күш сыймайды беруге. Ama onu гаишнимен шешеміз. Бәрі осы алып тастаңыздар. Сосын кішкене жасаңыздар, шығарып қойдық. Енді задний подушканы шешу үшін біреулер домкрат қойып жатады. Енді әркім әртүрлі істейді ғой. Мен жалпы мындай кішкене арқандарыңыз болса, мына жерден глушительді стабилизаторға тартып байлап қоямыз. Алдың жағын подушка ұстайды, артқы жағын осы ұстайтын болады моторын. Мінекей ешқандай қиындық жоқ, ешқандай опасность жоқ. Енді мына жерде тағы бір болты бар. Екі болтын шешеміз. Біреу кетті. Мінекей екіншісі кетті. Так, енді
майын төгеміз. Так, міне үстіне келдік, достар. Мына жерде тросымыз бар. Сцеплениенің тросын. Соны шешеміз қазір. Так, енді бағана айтып кеткен модульдің болты және коробканың креплемесін шешеміз. Соны екеуін шешеміз. Üstünden de şişsinler болады, астан да şişsinler болады. Енді маған өзіме астың жағы удобный. Так, дәл осының артқы жағында тағы да кірпені болты бар. Оны да шешеміз. Тура артында бір жол. Мінекей ұзын болады. Так, енді спидометрдің датчигін шығару есінен шықпасын. Артқы жағында тұрады коробканың. Мінекей шығарып қойдық. Гранатасын қалай шығаратынын көрсетемін қазір. Мінекей гранатамыз. Қандай ұзындау ұламдарыңыз болса, осымен тартып жібересіздер, шығады. Мынандай басында стопыр болады, осы ұстап тұрған. Қағатын жерге қойып итер жүрсеңіздер тез кіретін болады. Және нәбетін көрсетейін. Андай қырына қойып тұрып, дауылғанмен жақсылап ұрсаңыздар шығады. Мінекей. Кішкене шықты. Енді коробкамыз түсіп тұрғаннан кейін шықпай тұр қазір бағанызда. Коробка түсіп отқан кезде шығарып жібереміз. Енді артқы бір болт бар, соны көрсетіп кетейін. Так, міне. Көріп тұрғандарыңыз болу керек. Мінекей коробканың артқы шпилькісі болты. Гранатаның артында. Жерден көріп тұрған. Осын шешеміз. Жалпы болдық. Коробканы түсіреміз енді жерге. Так, достар, коробканы түсіреміз. Темірлеріміз болса, әдемі болады. Мінекей коробкасын түсірдік.
Так, жалпы достар, коробканы қалай шешілу керек болуын көрсетіп кеттім. Енді келесі видеомды көріңіздер, коробканың шашылуын көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше.